Баршаңызға сәлем. Бүгін біз пияз қосылған қатпарлы нан пісіреміз. Ең алдымен жуамызды тазартып, жұқалап турап аламыз. Туралған жуамызды ыдысымызға салып, үстінен тұзымызды, қара бұрышымызды салып араластырамыз. Қызып тұрған майымызға жуамызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Жуамыз соғанша қамырымызды илейміз. Ұнымызға тұзымызды, жұмыртқаны, сұйық майымызды қосып, жақсылап жұмсақтау қылып қамыр илейміз. Иленген қамырымызды бөліктерге бөліп, тындырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды жұқалап жаямыз. Бірыңғай қылып жаю керек, жұқалап. Үстіне начинкамызды салып, ораймыз. Ораған қамырымызды да жаямыз. Жақсылап жайып, үстіне жұмыртқа жағамыз және күнжіт себеміз. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз нанымыз. Осындай қатпарлы, дәмді, жұмсақ болып піседі. Жасап көріңіздер. Астарың дәмді болсын.